Барлық әлем нуна кунан сәлем достар. Бүгін біз дейтін маған қайттан реакция жасаймыз. Бұрынғы Нұрболатқа 2019-ға Нұрболатқа TikTokқа өлең жасадым деген видео. Кетіп көрейік. Қандай өлең жасадым мен сол кезде. Ассаламетсіздер ме, қалайсыздар достар? Бүгінгі видео ерекше видео. Достар, мен де Мына артындағы хромаке әлі тұр ғой менің яғында. Сол жағында тұр, дәл қасымда. деген кеше Пафану бір өлең жаздым. Маргушиннің «Ебаная» деген өлеңі бар. Нахуй жаздым! Пафану қазақша версиясын жазып қарадым. И ойладым, неге мен деген сол өлеңді TikTokқа апармаспын? Көрермендерім көбісі TikTok қарайды и TikTok түсіреді ғой. И вот сол Осы кез бар ғой, осы кездер TikTokта басыра кетіп жүрген кездер ғой, бәлә. Түреді. Давайте бәріміз бірге бір семья болып TikTok түсірейік. В общем, сендер тыңдатайын қазір, сендер түсінбей жатқан шығарсыңдар. Өлеңнің аты «Қонақ кетті». Бля, я тогда думал, что это круто. Еба. Осы жерін апарайып тұрмын TikTokқа. Білмеймін, мынау өлеңге қалай билеуге болатын, бірақ мен істеуге болады осы өлеңнен. Бля, жоқ, дым істеуге болмайды мынау өлеңді. Мынау өлеңме просто офигетті болады. Удалить етіп жібер просто. Или би тауыңдар. По приколу, білмеймін. Би жасасаңдар мықты болатын еді. Размечтался. Ал жақсы. Сол өлеңді қалай істедім? Бергел, жүр, көрсет экранды көрсет. Ең басында мынандай звуктар істедім. Кәдімгі просто күле бердім и все. Маргушин құсап. И ремикстадым. Ебать, Sony Vegas қой мынау? Кенте. FL Studio болса екен. Еба, ерінбейді екен осы өзі. Былай қарасаң былай, бля, качает негізі, да? Да қуытсың. Айтпақшы достар, біз TikTok жайлы сөйлесіп отырық. Мен TikTok'ыма тіркеліңдер, Қуанғалин. Галин. Ссылка в описании. Чё? Сондай бар ма сенде? Не, лучше ошибка прошлого. Мен жайлы адамдар айтады ғой қазір. Нұрболат. Раньше был нормальный пацан, ща стал тиктокером. Я не тиктокер, я Нұрболат, меня зовут блогер деп жазып жібердім. Фу, блядь, кринж, кетші нахуй видео атырмын мынау. Музыка. Ал проекттің атын Тренд TikTok дейміз. И қасына 20-20 деп қойып. MP3 файлға рендер жасаймыз. Ал бастайық. И прикиньте, достар, осы трекке в натуре адам видео түсірді ғой. Прикиньте. Ебать, сендер натуре ма? Быстро. Соған натуре не түсірген? Бит түсірген. Очень быстро. Достар, егер сіз осы өлеңнің полный версиясын қаласаңыз, кейбір іштеріне бар шығар сол өлең тыңдағысы келетін. Осы видеоға 5000 лайк осы кезде. жасаңыз, мен деген шығарам өз профиліме. 5000 лайк, қазір неше лайк? 4800 лайк. Бля, зорға жиналайын. Сол өлеңді. Но это в ваших руках. А я просто так, бізде мынандай флешка бар. Бір жағы андроидтікі, бір жағы ПК-нікі. Ну. Вставляйся. Ой, бір түрлі естіліп қалды. USB накопитель жібереміз. Решение работает. Ал енді бізге қазір сотка керек. Еба! Че это было? Достар, мінеке менің TikTok'ыма загрузиться етілді. Отморозок, псих ауру деп. Жасаңдар осы болады, сол трек, короче, деп осы шығады. Достарыма жазып қарайын. Егер я болса, болады. Бірінші кімнен сұраймыз біз? Ең алдымен сіздерден сұрайыншы көрермен. Қазір мен TikTok'ыма кіріп, сол өлеңге дуэт па, не дейді мұны? TikTok жазыңызшы. Билейіңдер или бір. Можешь снять TikTok. Бір өлең ба? Блять, мен еще умудряюсь сатандарға жазып, осы музыкаға түсірші. Мен TikTok'қа өлең шығардым соған. Қалай ұялмайсың сен, Нұрболат, осы кезде? Біртіңе түсірші сол өлеңге. Басты страница. Так что, мынандай хэштег шығарық. Хэштег УААА Қуанғали. Хотя жоқ. Хэштег УААА меме. Сөйтейік онда. Ал осымен видео аяқталды достар. Сендерге осы видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса осы видео лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер. Сендермен болған мен Қуанғали.
Пока-пока, чао. Кстати, менде Инстаграм бар, соған тіркеліңдер. Ол жақта көп жаңалықтар біліп отырасыздар сендер. Тағы не. ТикТокта айттым. Солай достар. Еба, базар жоқ, Нұрболат. Еба. Давайте, пока-пока, чао. Қайт салып қойды ма, бля. Рахмет, что не обосрали меня тогда. Солай, достар, рахмет. Қарағандарыңа до конца. Сендермен болған мен Нұрболат. Пока-пока, чао.